Сәлем, қалдарыңыз қалай? Мен Алтын. Жұмыс байланысымен сіздерге шыға алмадым. Енді сәт салып шығып отырмын. Мінекей осы табанымызға біз бүгін әдемі гүлді өрнегімізді тоқитын боламыз. Алдымен айта кетейін, бүгінгі табанымыздың размері 36 размер. Осылай үш қолымыздың өлшемімен біз жібімізді осы жерден өткізіп алатын боламыз. Алдымен сары жібімізді өткіземіз. Сары жібіміздің ұзындығы 1,3 метр. Осылай өткізіп алатын боламыз. Екі ұшын бірдей етіп тартып алатын боламыз. Енді екінші қатарға біз ақшыл күлгін жібімізді өткізетін боламыз. Ақшыл күлгін жібіміздің ұзындығы бізде күлгін жібіміздің ұзындығын 2,3 қылып аласыздар. 2,3 метр қылып. Мінекей бірдей етіп тартып алдық. Енді келесі сары жібіміз тура сондай ұзындықта. Бірдей үш қылып өстіп өткізіп алатын боласыздар. Не? Үш қатар жібімізді өткізіп алдық. Бұл ішкі жібі. Ақ жібіміздің енді ақшыл күлгін жібіміздің сыртынан біз осы 2,5 метр қанық күлгін жібімізді өткізіп алатын боламыз. Ақ жібіміздің сыртынан. Бұл сыртқы жіп болып есептеледі. Жібіміздің атауы жібек жібі. Енді осы жібімізді дайындап алдық. Енді тоқуды бастаймыз. Каналға тіркеліп, өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Мен сіздерге жауап беруден ешқашан жалықпаймын. Білмегендеріңізді сұрап отырсаңыздар болады. Қолымнан келгенше сіздерге жауап беріп отыратын боламын. Екі сары жібімізді екі жағына қойып қоясыздар. Қазірше керек емес. Енді осы сыртқы жіппен ішкі жібімізді біз жалпақ өрімді тоқимыз. Осы ақ жіпке жалпақ өрімімізді тоқимыз. Енді жалпақ өрімді жақсы білесіздер. Оң жағынан жіпті үстінен, сол жақтағы жіпті астынан алып жарты жалпақ өрім жасаймыз. Енді оң жақтағы жіпті үстінен қойып, сол жақтағы жібімізді астынан жасап, бір толық жалпақ өрімді жасап алатын боламыз. Енді осы жіпті ортасынан бөліп, оң жағына 4 жіп, сол жағына 4 жіпті біз осындай дайындап алатын боламыз. Енді ең бастапқы сары жібімізді біз осылай басқа жіптерімізді осы сары жіпке екі-екіден айналдырып байлаймыз. Мінекей. Бұл байлау әдісін сіздерге үйретіп келе жатырмын. Жақсы білесіздер. Үйреніп алғанда боласыздар. Мінекей. Енді екінші сары жібімізге қалған жіптерімізді өстіп айландырып байлап шығамыз екі-екіден. Енді бас жағындағы 4 жібімізді тоқимыз. Ең бастапқы
сары жібімізге басқа қалған жіптерімізді өстіп айландырып байлап шығамыз. Тоқылу барысынша мұқият түсірдім. Сіздерді анықтап көріп үйреніп алады деген сенімдемін. Енді бастапқы сары жібімізге қалған жіптерімізді айналдырамыз. Неге осындай гүліміздің жартысы шығып жатыр. Енді осы сары жіпті біз бір жалпақ өрім жасайтын боламыз. Неге? Жалпақ өрімнің біреусін үстінен, біреусін астынан алып отырасыздар. Сонда бір жалпақ өрім толық болады. Енді екіге бөлеміз қайтадан. Негізі әдемі өрнек, үйреніп алсаңыздар өте керемет. Енді осы жіпке біз айналдырып байлаймыз. Осылай. Жіптеріңізді ауыстырып алмаңыздар. Екінші қанық күлгін жібімізді айналдырамыз. Енді төртінші жібіміздің ұстап тұрып қалған жіптерімізді осылай айналдырамыз. Неге? Енді сол жақтағы жібімізді өрімін жасап алайық. Осы сары жіпке екі жібімізді өстіп байлап айландырамыз. Енді осы жібімізге айналдырып байлайтын боламыз. Гүліміздің өрнегі шығып келе жатыр. Қарап тұрсаңыздар, өте әдемі. Неге? Осылай. Енді екінші гүліміздің бастаймыз. Мінекей аяқ киіміміздің бірінші гүлін жасап болдық. Мінекей. Енді осы жерден тағы бір жалпақ өрім жасап, екінші гүлімізді тоқуды бастаймыз. Кеттік. Осындай әдемі гүл аяқ киімге өте керемет сән береді. Жалпақ өріміз.
қаттырақ тарту керек осы жерден. Арасы ашылып кетпеу үшін. Енді екі жаққа бөліп, 4-4-тен гүліміздің өрнегін бастаймыз. Тура бастапқыдай сары жібімізді осылай ұстайсыздар. Қалған жіптеріңізді осы сары жіпке айналдырып шығасыздар екі-екіден. Енді екінші сары жібімізге осы жіптерімізді айналдырамыз. Болды. Енді осылай қойып қоямыз. Енді оң жақтағы 4 жібіміздің ең бастапқы жібін сары жібімізге, қалған жіптерімізді айналдырып шығамыз. Осы өрнек тоқылу әдісін осылай қашан аяқтасқанша осы өрнекті қайталап отырасыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Жартысы шықты. Енді ол жерден бір жалпақ өрім жәңгірек дегендей жасап алатын боламыз. Жалпақ өрімімізді жасап алдық. Енді жібімізді екіге бөлеміз. Енді осы жіпке айналдыратын боламыз. Енді келесі жақтағы жібіміздің ортасындағы сары жібімізге айналдыратын боламыз. Енді осы сары жібімізге айналдырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай
екінші гүлімізді қолымызбен тоқып болдық. Енді осы жерден тағы бір жалпақ өрім жасайтын боламыз. Үшінші гүлімізге өтеміз. Неге осындай жұлдызды өрімді өрнегін қайталап отыратын боласыздар. Мынау мен тоқып атқан қазіргі ең соңғы жұлдызды өрнегіміз. Осы жерден біз аяқтаймыз өрнегімізді, гүлді өрнегімізді. Мінекей мына жерден жалпақ өрімін жасаймыз. Осылай тартып тығыздап істеу керек. Мінекей 6 өрнегімізді жасап болдық. Енді біз осы жерден айналдырып 2 рет екі жағын 2 рет айналдырып байлап қоямыз. Қыстырғышымызды алып, енді аяқ киімімізді табанымыз өткізіп алатын боламыз. Табанымыздың жіптеріне енді осы гүліміздің жібін ілмегімізбен өткізіп аламыз. Осындай гүл өте әдемі тұрады. Енді осындай өрнекті өздеріңіз үйреніп алды деген сенімдемін. Егер де өздеріңіздің аяқтарыңыздың көлеміне қарап артық болып жатса, алып тастайсыздар, кем болып жатса, осындай өрнекті жалғастырып қосып алсаңыздар болады. Табанымыздың жібіне енді осы гүліміздің жібін өткізетін боламыз. Бірінші қатарымыздың жібін 2-ден өткізіп алдық. Енді екінші қатарымыздың жібін өткізіп жатырмыз. Осылай. Үшінші қатарымызға 2 жібімізді өткізетін боламыз.
мінекей осылай тартып жіптерімізді кішкене қаттырақ тартсаңыздар болады. Енді осы жерден біз ең бастапқы жіпке қалған жіптердің бәрін осылай бір-бірден айналдырып шығатын боласыздар. Өте әдемі өрнек. Қарап тұрсаңыздар, қандай киіммен кисеңіздер де үйлесімді. Енді осы бастапқы жібімізді табанның ішкі жібінен сыртына қарай айналдырып өткізіп тастайсыздар. Тарқатып кетеді деп алаңдамаңыздар, тарқатылмайды. Қалған жіптерін кесіп тастасаңыздар болады. Кесіп тастап, өстіп күйдіресіздер. Міне күйдіріп, бір-бірдеп күйдіріп аласыздар, шаттап тастайсыздар. Ешқандай өзінің несіне әсер етпейді. Мінекей бастапқы өрнегімізді біз, гүлді өрнегімізді тоқып болдық. Мінекей өте әдемі, қарап тұрсаңыздар. Өте керемет. Мінекей енді екінші қатардағы тура осындай гүлдің жібін сіздерге өткізіп беретін боламын. Мына жерден 5 қатардан кейінгі 6-шы қатардан біз жібімізді өткізіп алатын боламыз. Бұл жерде енді бірінші қатарымызда біз 6 гүл салып тоқыдық. Енді бұл жерде гүліміз енді одан да көбірек 8 қатар гүл тоқуымыз керек. Сондықтан жібіміздің, сары жібіміздің ұзындығы 1,5 метр. Алдында 1,300 қып алған болатынбыз. Енді бір жерде 1,5 метр қып алатын боламыз. Не? Екінші осылай бірдей өткізу керек. Енді екінші ақшыл күлгін жібіміздің ұзындығы 2 метр. Үшінші сары жібімізді өткізіп алатын боламыз. Тура сол бастапқы өрнегіміздің әдісімен бірдей өткізіп аласыздар. Енді осы мына қанық күлгін жібімізді ақшыл күлгін жібіміздің үстінен өткізетін боласыздар. Бұл қанық күлгін жібіміздің ұзындығы 2,5 метр. 2,5 метр. Мінекей жібімізді сіздерге өткізіп
дайындап қойдым. Егер осындай 2 қатар гүлді өрнек тоқитын болсаңыздар, мінекей жібі өткізіліп дайын тұр. Бірінші қатарда жібі қалай өткізілді, екінші қатарда солай өткізіп, екі жібін екі жаққа ортасына жалпақ өрім алу арқылы бастайтын боласыздар. Енді бұны қайталаудың қажеті жоқ. Үйден өздеріңіз 2 қайтара осындай әдемі гүлді қайталап, үйден өздеріңіз тоқып көресіздер. Осындай әдемі тәпішке шығады. Енді мен сіздерге осындай жұлдызды өрнекпенен гүлді өрнектің қосындысын сіздерге үйретпекші болып отырмын. Енді біз бастапқыда осындай 6 гүл тоқып алдық. Сол 6 гүлдің 3-ші гүлінің тура ортасынан сары нүкте тұрған жерден біз іліп аламыз. Міне осы айналдырған сары жіпке іліп алатын боламыз. Осындай әдіспен де керемет, қоспа әдіспен кереметте тәпішке тоқып шығуға болады. Енді бұл үйрету сабағы болғандықтан неғып қалай маған болып кетті деп ойламаңыздар. Гүлді өрнекті үйреніп алыңыздар. Екінші қатар гүлді өрнекті өздеріңіз үйден аяқтасаңыздар болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қалай тоқу, қалай киюді өздеріңіз ары қарай жалғастырасыздар. Қалай өрнек әдемі тұрады. Менің мақсатым сіздерге бұл жерде үйрету тоқу әдісін. Мінекей. Осы жерден біз 2 қатар осылай сары жібімізге әрбір жібімізді 2-ден байлап шығып отырамыз. Алдыңғы видеоларда осындай жұлдыз өрнекті сіздерге көрсеткен болатынмын. Қалай тоқу керек екен, бірыңғай тәпішке тоқып көрсеткен болатын. Енді осы гүлімізбен жұлдызды өрнегімізді қосып, әдемі өрнек аяқ киімімізді көрсеткелі отырмын. Осылай әртүрлі өрнектермен өздеріңіз тоқып алып үйреніп болғаннан кейін неше түрлі аяқ киім фантазияларыңызды қосып үйреніп тоқып алсаңыздар болады. Енді осы әрбір 2 жібімізді өстіп айналдырып жұлдызды өрнегіміздің қалған жартысын тоқып шығамыз. Енді осы сары жібімізге қалған жіптеріміздің бәрін 2-ден айналдырып байлап шығамыз. Осы жерден жұлдызды өрнектің бір қатарын сіздерге көрсетейін. Қалған қатарларын өздеріңіз алдыңғы видеодан жұлдызды өрнекті қалай тоқу керек екенін мен нақтылап түсірген болатынмын. Сол жерден білмесеңіздер көріп, алдыңғы видеодан көрсеңіздер үйреніп аласыздар. Мінекей. Осы жерден бір қатарын сіздерге көрсеттім. Енді қалған көрсетпей қояйын. Мына жерден енді бір қатар, ең соңғы бір қатарын сіздерге көрсететін боламын. Мына жерде 7 қатар өрнекті тоқып болдық. Ең соңғы бір қатарымыз 8-ші қатарды сіздерге көрсетейін. Аяғындағы 8-ші қатарымыз. Бұл жерде әрбір өрнекті
түсірудің қажеті жоқ, өйткені өте оңай. Түсінбей жазсаңыздар, қайта-қайта қарасаңыздар түсініп аласыздар. Бұл жерде өрнектердің бәрін аяқ киімнің өлшеміне қарап қосасыздар. Аяқтарыңыз толық болса, 1-2 өрнек қосасыздар. Арық болса, 1-2 өрнек алып тастап отырсаңыздар болады. Енді тоқ болдық. Мінекей 8 қатар. Мына жағынан 8, мына жағынан 8. Жалпы 16 қатар. Енді бірдей етіп аяқ киіміміздің табанына жалғайтын боламыз. Осы 2 жерден жалғап алатын боламыз бірдей. Бұл жібек жібіміз өте жұмсақ, аяқтарыңызға батып кетпейді. Қатты жіп емес, қолға өте жұмсақ жіп. Алдыңғы артқы 2 жіп 2-2-ден өткізесіздер, қалған ортасындағы жіптерді 4-тен өткізіп аласыздар. 3 қатар өткізесіздер. Мінекей, енді бірдей етіп тартып жібіміз дайын. Енді ең бастапқы жібімізге біз қалған жіптерімізді айналдырамыз. Бір-бірден айналдырсаңыздар жетеді. Аяқ киіміміз дайын. Мінекей осындай өздеріңіздің фантазияларыңызды қосып, үйренген әдістеріңізбен әр түрлі өздеріңіз ұнатқан керемет аяқ киім тоқып шыға аласыздар. Видеоны тамашалап, сабақтарды жақсылап қарап үйреніп алыңыздар. Сіздермен сабақтарымды бөліскеніме өте қуаныштымын. Сіздер үйреніп алсаңыздар, мен әрқашан сіздердің жеңістеріңіз үшін қуанатын боламын. Мінекей осылай өстіп. Енді қалған жіптерімізді кесіп тастасақ болды. Мінекей өте керемет аяқ киіміміз дайын. Өрнектеріміз қандай керемет, әдемі, үйлесімді. Не кисеңіздер де өте жарасымды аяқ киім. Тоқып үйрене аласыздар. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Менімен бірге болыңыздар. Әрқашанда мен сіздермен керемет фантазиямды қосып
әрқандай әртүрлі өрнекпен аяқ киім тоқуды сіздерге көрсететін боламын. Менімен бірге болғандарыңызға көптен көп рахмет. Хош, сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше.